Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтанов күй аңызы әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты шығарманың жанрлық ерекшелігі мен сюжеттік желісін анықтау. Қазір барлығымыз дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз, тақырыпты жазамыз. Оқулығымыздың 190-шы бетін ашамыз. Табиғат пен адам арасындағы байланысты оқулықта 190-191-ші беттерде Тахауи Ахтановтың өмірі мен шығармашылығы қаламгердің баспасөз бетінде алғаш жарық көрген өз бетімізше осы мәліметтерді бұл әңгіме күйші Естемес пен жас жігіт Оразымбеттің жолдағы әңгімесі, бастан кешкен оқиғасы туралы. Туындының тақырыбы шығармашылық адамына арналып, басты идеясы сол өнер адамының адалдық, имандылық қасиеттер негізінде өрбиді. Әңгіме халық арасында кеңінен таралған аңыз желісі бойынша жазылған. Естемес күйге егіліп, өзге дүниені ұмытып кетті. Талайдан бері арқаны құр ұстатып, кеудені кернеп, булықтырып жүрген нәрсе түйіні шешіліп, қыртысы таралып, жанын сергітіп, әсем сазды күй болып дүниеге келе жатыр. Сырлы іздегені оңай табылып, шиеленсіп қинағаны тез шешіліп, күйші көңілі де күй қанатына ілесіп, алысқа самғады. Сәл иіліп, талдырмаш тұлғасы әсем майысқан қыз бұлдырап алыстап, биіктеп кетеді. Сонау көкжиектен сағым арасынан сыңғырлап, күліп, еліктіре шақырғандай болады. Күйші көңілі соған талпынады. Естемес қиялынан сергіп, нарға қарады. Нардың тақырдай қатып қалған қайшы оны жұмсарып, қан жүгіргендей, денесіне тіршілік дірілі еніп, бір-екі рет қозғалып, теңселгендей де болды. Жаңағы қадалған қырқадан басын бері бұрып, үлкен көзі жасқа толып, жаудырап тұр екен. Күйші осы кезде күй ырғағын баяулатып келіп, ақырын дірілдетіп, көтерді де ботадай боздатып жіберді. Анадан айырылған жас ботаның алғашқы зарлы үні үзіліп шығады. Аруана осы тұста бір ыңырайды. Естемес оны да домбыраның шегіне іліп әкетті. Күйші көзі жаңылға түсті. Қыз нардың емшегін қысып ұстап қатып қалыпты. Апырау, бұл неге саумай тұр деп ойлады Естемес. Нардың желіне тырсиып барады. Естемес қыздың әдейі саумай тұрғанын байқады. Кенет оған бір су ой келіп, шошынып қалды. Екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар деген қыз сөзінің астары енді ашылып, есіне қайта түсті. Дір етіп, бір шошынып қалған күй әлгі тапқан жайма шуақ биігінен төмендеп, қайтадан мұңды сазға ауысып күңіреніп барады. Сәлден кейін жалт еткен арманнан айырылып қалғандай, күй тағы бір талпынды. Естемес жаңылға енді бір қарағанда, сығымдап қысқан сүйіріктей ақ саусақтың арасынан шым-шымдап сүт тамып барады. Күйшінің де көзінен жас тамып кетті. Заманым өткен екен ғой деп, ақ ұрып жалт бұрылды да, ар жағын сен тарт деп, саңқ етіп домбыраны Оразымбетке тастай берді. Оразымбет домбыраны қағып алып, жалғастырып тарта жөнелгенде, нардың сүті де шелекке сауылдап құйыла берді. Нар елірген күйі осылай туыпты деседі. Жазушы күй құдіретін сөз құдіреті арқылы шебер жеткізеді. Естеместің адамгершілікті өнерден де жоғары қоюы үлкен философиялық шешім болды. Дәл осы тұста қаламгердің ұлттық құндылықтармен сусындап өскенін аңғаруымызға болады. Тахауи Ахтанов психологияны жақсы меңгерген. Табиғат пен адам арасындағы байланысты шебер жеткізетін суреткер. Оны жазушының әр шығармасынан аңғаруға болады. Қаламгердің баспасөз бетінде алғаш жарық көрген әңгімесі күй аңызы. Бұл әңгіме күйші Естемес пен жас жігіт Оразымбеттің жолдағы әңгімесі, бастан кешкен оқиғасы туралы. Туындының тақырыбы шығармашылық адамына арналып, басты идеясы сол өнер адамының адалдық, имандылық қасиеттер негізінде өрбиді. Әңгіме халық арасында кеңінен таралған аңыз желісі бойынша жазылған. Видеоның толық нұсқасын біз біріншісі Бозіңкен күйі, екіншісі Нар идірген күйінің шығу тарихы.
Осы шығарманың шығуы қалай пайда болғанын, ал туралы өз ойларымызды дәптерге түсіреміз. Ал тапсырманы орындап болсақ, келесі жаттығуға Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Жауабын дәптерге жаз. Күйші естеместің заманым өткен екен ғой деп ақыруы нені білдіреді? Екінші сұрақ. Жазушы күй туралы, күйші туралы неге тебіреніп жазды деп ойлайсың? Жауабымызды дәптерге мұқият, таза, сауатты жазамыз. Барлық тапсырманы орындап болған соң, дәптерімізді фотоға түсіріп, жауапты маған жібереміз. Сабағымызды енді аяқтап, кері байланыс жасайық. Кері байланыс мендік пікір кестесі арқылы жүргізіледі. Сіздер осы сабақта сіздерді сүйсіндірген оқиға немесе әңгіменің бір үзіндісі, сізді қуантқан қандай оқиға немесе қандай да бір тапсырма, және соңғысы сізді қызықтырған оқиға не тапсырманы жазасыздар. Ал енді үй жұмысын жазып алайық.
3 түрлі күнделікпен жұмыс әдісі арқылы шығармадағы ерекше әсер еткен жолдарды теріп жазамыз. Екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар деген қыз сөзінің астарынан нені аңғаруға болады? Өз ойымызды кестенің астына жазамыз. Жеке түсінік беру, әңгімеден қандай ой туғызды? Осыған өз жауаптарыңды кестенің астына бос көзге жазамыз. Бұл тапсырманың барлығы сынып жұмысын аяқтағаннан кейін бір таза жол қалдырып, үй жұмысы деп осы тапсырманы орындаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.